Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында тәтті болгар бұрышының адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Тәтті бұрыштың отаны Оңтүстік Америка. Бұл көкөністі Европаға Христофор Колумб әкелген. Ал біздің дүкендерге ол Болгариядан келді. Сондықтан оны біз болгар бұрышы деп атаймыз. Болгар бұрышының адам ағзасына тигізер қандай пайдасы бар? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Болгар бұрышының құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Дәрумендермен бірге калий, натрий, кальций, мырыш, магний, фосфор, кремний, темір және йод. Бұл көкөністі С дәруменінің рекордтық мөлшері үшін аса бағалайды. 100 грамм болгар бұрышында С дәруменінің 3 тәуліктік нормасы бар. Ол лимон мен қара қарақаттан да көп. Жалпы болгар бұрышын тұтынуға қатысты қатаң шектеу жоқ. Ол Паркинсон сынды көптеген аурулардың алдын алады. Болгар бұрышын төмендегідей ерекшелігі бар адамдар жегені жөн. Темекі тартатын адамдар, себебі олардың ағзасы С дәруменін нашар сіңіреді. Қан тамырлар жүйесі аурулары бар адамдар. Ол қан тамырларды бекітеді және олардың иілгіштігін арттырады. Қан қысымы жоғары және асқазан ішек жолы аурулары бар адамдар. Бұрыштың құрамындағы капсаицин асқазан жұмысын ынталандырып, артериялық қысымды төмендетеді. Қанды сұйылтып, қан ұйығының түзілуіне қарсы тұрады. Жүрек ауруы бар адамдар. Болгар бұрышының құрамындағы ликопин жүрек бұлшық етін қатайтады. Бұрыштың ең пайдалы түрлеріне бұрынғыша қызыл, жасыл және сары болгар бұрыштары жатады. Заманауи селекционерлер күлгін түсті болгар бұрыштарын да алды. Жасыл бұрыш артық салмақтағы адамдарға пайдалы. Оның калориясы аз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Италиялық ғалымдар бұрыштың басқа сұрыбына қарағанда жасыл түрінде қатерлі ісіктің алдын алатын бета-каротиндер көбірек екендігін дәлелдеген. Дегенмен А дәруменінің мөлшері бойынша төменгі қатарда алады. Сары бұрыш жүрегі ауыратын адамдарға пайдалы. Оның құрамында қан тамырлар қабырғасын қатайтатын калий мен рутиннің максималды мөлшері бар. Қызыл бұрыштың құрамында А дәруменінің мөлшері көп болғандықтан, оны көз ауруларының алдын алу үшін жеу ұсынылады. Бірақ аллергетиктерге қызыл болгар бұрышын өте көп жеуге болмайды. Бұл өсімдіктің 100 граммында тек 25 килокалория болады. Яғни салмақ жинаудан қорықпай, үлкен мөлшерде тұтына беруге болады. Сондай-ақ ол майларға қарсы белсенді түрде күреседі, ағзаны тазартады және метаболизмді жылдамдатады. Болгар бұрышындағы диета оның керемет тиімділігі үшін танымал, себебі аптасына 5 килограммға дейін жоғалта аласыз. Дүкенге немесе базарға барған кезде болгар бұрышын қалай таңдау керек? Көкөніс ашық түсті және еш зақымсыз, ұстағанда қатты болғаны жөн. Дақтары бар бұрыштан бас тартыңыз. Нүктелер, қараю, ісіну көкөністің саңырауқұлақ жұқтырып алғандығын білдіреді. Егер қаптамада тұрған бұрышты алсаңыз, ішінің ылғалы еместігіне көз жеткізіңіз. Себебі ылғалда тұрған көкөніс жылдам бұзылады. Көкөністің сабағы жасыл және иілгіш болуы керек. Құрғақ және қарайған сабақ оның бұзылғандығын көрсетеді. Болгар бұрыштарын тоңазытқышта сақтауға болады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.